Саламатсыздар ма YouTube каналым көрермендері. Бүгін сіздермен өрік шырын жасау тәсілімен бөлісемін. Таза табиғи үй өрігі. Сонымен бізге керегі өрік, су, шекер, кішкене лимон кислотасы. Бұл жерде өрік қанша килограмм болса, сонша су құйылады. Менде 11 килограмм өрік, 11 литр су құйдым. Бұны бір 20 минутқа қайнатып алдым. Сөйтіп өрігін сүзіп алып, үккіштен өткіздім. Міне осылай үккіштен өткіздім барлығын. Міне осылай үккіштен өткізіп алып, мына қоюын жаңағы өрік қайнаған судың үстіне құйып, екеуін араластырып қайнататын боламыз, шекерімізді салып. Бәрін солай өткізіп алдық. Енді өрік қайнаған судың үстіне осы қоюды құйып, қосып, шекер сарылып, қайнатамыз. Жақсылап 20 минуттай қайнатуға болады. Осы шекерімізді саламыз. Оға дейін біз қақпақтарын осылай суға қайнатып алдым. Банкілерді духовкаға салдым. 120 градусқа 25 минутқа. Міне біздің шырынымыз қайнап жатыр. Шекерімізді салдық. Бұл өте дәмді, өте тәтті өрік үйдің. Шекерді мен осы 10 килоға, 11 килоға 1 килограмм ғана салдым. Мен лимон кислотасын салдым, жарты чайный ложка ғана. Осымен біздің соғымыз дайын болды. Банкілерге құйып, қақпағын жақсылап жауып қоямыз. Міне қақпақ жауып, менде 19 литр сок шықты. 11-12-ден. Не осылай болды. Сіздермен бірге болған Лейла. Видео ұнаса, тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып отырыңыздар.